Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша есептер шығару тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 146-шы сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз 3-4 амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау. Дескрипторы: сен есептерді санды, өрнекті және теңдеу құрып, әртүрлі тәсілмен шығарып талдайтын боласың. Балалар, оқулығымыздың 61-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Есептерді әртүрлі тәсілмен шығар. Біздің сыныптағы көптеген ұлдар ғарыштық техникаға қызығады. Олар осындай ойыншықтармен ойнағанды ұнатады. Арман мынандай есеп құрастырды. Ойыншық шығаратын фабрикада зымыран құрастыру үшін конструктордан 45 000 көк түсті және 105 000 жасыл түсті бөлшек әзірледі. Барлық өнімді әр қорапқа 1500 бөлшектен бөліп салды. Барлық ойыншықты салу үшін қанша қорап қажет? Балалар, біз өткен сабағымызда әртүрлі тәсілдермен шығару жолдарын өткен болатынбыз. Бұл есепті біз екі тәсілмен шығарамыз. Ең алдымен есептің шартын құрайық. Көк түсті бөлшектер 45 000 бөлшек бар. Жасыл түсті 105 000 бөлшек бар. Ол әр топ қорапқа 1500 бөлшектен салды. Енді бізге белгісізі қорап саны. Шешейік. Бірінші тәсіл. 45 000 мен 105 000-ның қосындысын 1500-ге бөлгенде мәні 100-ге тең шықты. Екінші тәсіл. 45 000 мен 1500-дің бөліндісінің мәнімен 105 000 мен 1500-дің бөліндісінің мәнін қосқанда мәні 100-ге тең шықты. Жауабы: барлығын салу үшін 100 қорап қажет екен. Ендеше оқулығымыздың 62-ші бетіндегі 4-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Теңдеулер құр және оларды шеш. Төртінші тапсырманың асы. 165 пен 633 сандарының қосындысын бірнеше есе кеміткенде 266 саны шықты. Белгісіз сан нешеге тең? Ендеше теңдеу құрамыз. 165 пен 633-тің қосындысын x белгісізіне бөлгенде 266-ға тең болды. Енді біз бұл күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып, сол жағындағы өрнекті ықшамдаймыз. 165 пен 633-тің қосындысыны 798-ге тең болды. Ендеше жай теңдеуге айналдырдық. Енді x белгісізін табайық. X белгісізін табу үшін 798-ді 266-ға бөлеміз. X белгісізінің мәні 3-ке тең. Ендеше белгісіздің мәнін орнына қойып шығарып көрейік. 165 пен
633-тің қосындысын 3-ке бөлгенде 226-ға тең болды. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Ендеше 4-ші тапсырманың әсі мен бысын өздерің орындаңдар. Үй тапсырмасы. 6-ші есеп. Оқулығымыздың 63-ші бетінде. Тура теңдік шығу үшін бос тор көзге қандай санды қою керек? Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.